Audio Jungle. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. 30 жыл бұрын Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының толқынды мүшесі болды. Біріккен Ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының тиісті қарары 1992 жылғы 2 наурызда қабылданды. Біріккен Ұлттар ұйымыға кірген уақыттан бастап Қазақстан оның барлық негізі іс-шараларына белсенді қатысып, оның қамқорлығымен ірі халықаралық форумдарды өткізді. Став полноправным членом ООН, Казахстан получил возможность полноценного интегрирования в мировое сообщество и на период своего членства определил 7 приоритетов. Построение мира, свободного от ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны и урегулирование региональных конфликтов, продвижение интересов Центральной Азии при одновременном укреплении региональной безопасности и сотрудничества, борьба с терроризмом, мир и безопасность в Африке, обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием, а также адаптация Совета Безопасности и всей системы ООН к угрозам и вызовам 21 века. Қазақстан мен Біріккен Ұлттар ұйымы арасындағы ынтымақтастықты дамытудағы маңызды кезең 2002 жылғы қазанда Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Кофи Аннанның Қазақстанға ресми сапары болды. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев құрметті қонаққа бірінші дәрежелі достық орденін табыс етті. К достижениям нашей страны на сегодняшний день можно отнести помощь в прекращении войны в Сирии, снятие санкций с Эритрии, отправку миротворцев в Ливан, миссию в Афганистане и многое другое. 2018 жылғы қазанда үнді батальоны құрамындағы 120 әскери қызметшіден тұратын қазақстандық бітімгершілік рота Біріккен Ұлттар ұйымының Ливандағы уақытша күштерін толықтырды. Бітімгерлер бірқатар функцияларды орындады: патрульдеу, блокпосттарды күзет, жергілікті тұрғындармен түсіндіру ақпараттық жұмыстарын жүргізу, ақпаратты талдау және басшылыққа жеткізу. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымымен экономика, экология, әлеуметтік даму, адам құқықтарын сақтау, терроризмге, ұйымдасқан қылмысқа және есірткі бизнесіне қарсы күрес саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға назар аударатынын атап өту маңызды. На сегодняшний день сотрудничество Казахстана с ООН осуществляется в рамках рамочной программы сотрудничества в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы. Она включает в себя работу по 3 направлениям: человеческое развитие и равное участие, эффективные институты, права человека и гендерное равенство, устойчивая окружающая среда и инклюзивное экономическое развитие. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев біз Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысында бекітілген негізгі мақсаттар мен қағидаларды сақтау мен қорғауға тікелей жауаптымыз. Сізді Қазақстанның Біріккен Ұлттар ұйымының неғұрлым тұрақты, қауіпсіз және инклюзивті болашақты қамтамасыз етуге бағытталған іс-қимылға берік бейілділігіне сендіруге рұқсат етіңіз.